Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге балықтан жасалатын бұқтырма тағамымызды жасайтын боламыз. Балықтың өзін қуырып, басын тастауға асықпаңыздар. Өте дәмді және нәрлі бұқтырма асымызды дайындайтын боламыз. Арнама лайк басып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 дана пиязымызды турап аламыз. Пияздарымызды турап болғаннан соң, сәбізімізді де видеодағыдай етіп турап аламыз. Сонан соң картоптарымызды да ірі-ірі етіп турап аламыз. Ендігі кезекте қазанымызға 150 мл-дей күнбағыс майын құйып аламыз. Пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң 2 ас қасық томатымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Артынан сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен картоптарымызды салып, араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Дәмдеуіштерімізді де салып, араластырып аламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, картоптарымызды жақсылап қуырып жасайтын болсақ, асымыз дәмді болып шығады. Картоптарымызды қуырып жатқан кезде біраз қасық тұз қосып жібердім. Ол жері түсірілмей қалған екен. Содан соң 2 кесе суымызды құйып аламыз. 3 дана лавр жапырағын салып қайнатамыз. Әдемі болып қайнап жатыр. Үстінен балықтарымызды салып 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей бұқтырма асымыз дайын болды. Үстінен сорпамызды құйып аламыз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайктарыңызды аямай, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.